Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше торттардың бірі тропика тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін 6 жұмыртқаға шым-шым тұз салып миксерлейміз. Сәл көпіре бастағанда қантымызды аз-аздан 3-4 бөлікке бөліп салып миксерлеп отырамыз. Осылай массамыз 3-4 есе ұлғаюы қажет. Дайын болған жұмыртқалы массамызға қопсытқыш қосқан ұнымызды 3-ке бөліп електен өткізіп қосамыз. Әр қосқан сайын лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай массамызды басып алмай араластыратын боламыз. Бисквитіміз биік әрі әдемі шығу үшін ең бастысы осы массамызды басып алмау қажет. «23 немесе 24 диаметрлік кальцомызды фольгамен орап, бисквитімізді құйып, 180 градус қызған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Міндетті түрде ағаш шпажканың көмегімен тексеріңіздер. Бисквитіміз дайын болды. Бөлме температурасында әбден суыған бисквитімізді пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа бір түнге қоямыз. Енді екі түрлі конфи жасайтын боламыз. Екі ыдысқа желатинімізді салып, қайнаған салқын су құйып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Құлпынайымызға қантты салып, араластырып, отқа қоямыз. Қант ерігенше массамызды ысытамыз, тек қайнатпаймыз. Ысыған массамызға желатинімізді қосып, желатин ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді блендердің көмегімен біркелкі масса жасайтын боламыз. Менде мына жерде бірінші блендерлап алу керек еді, бірақ мен желатинді қосып қойдым, сондықтан массам көпіріп кетті. Келесі конфи істегенде міндетті түрде бірінші блендерлап, сосын барып желатин қоссаңыздар деп кеңес беремін. 18 диаметрлік форманың астына пищевой пленка орап, құйып конфиімізді осылайна мұздатқышқа өз формасын ұстағанша қоямыз. Келесі конфиіміз дәл солай қайталанады. Менде 18 диаметрлік тек қана бір форма болғандықтан мен алдыңғы конфиді шығарып алдым. Енді астыңғы осылай қойған пленкамызға орап, қайтадан мұздатқышқа қоя тұрамыз. Екінші конфиімізді құйып, дәл солай өз формасын ұстағанша мұздатқышқа жібереміз. Торттың ішкі кремін дайындаймыз. Салқындатылған творожный сыр, салқындатылған клейгей және қант ұнтағын қосып, біркелкі өзін ұстайтын масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Бір түн тоңазытқышта тұрған бисквитімізді 3 бөлікке теңдей бөліп, кесіп аламыз. Осындай бірдей бисквиттер шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Бисквитімізді жақсылап пропиткалаймыз. Пропитка менде сүт пен сгущенка араластырылған. Дайындаған креміміздің жартысын осылай кондитерлік қапшыққа салып, осылай жағып шығамыз. Шпательдің көмегімен біркелкі етіп бисквитке жаямыз. Бірінші құлпынайдан жасалған конфиімізді қоямыз. Шет-шетінде бос қалған жерлерін осылай креммен толықтырып шығамыз. Тортымыз түзу шығу үшін осындай кальцоны қолданатын болам. Конфиіміздің үстіне де қалған кремді жағып, біркелкі етіп жайып шығамыз.
келесі бисквитті қойып, дәл солай қайталап шығамыз. Пропитка жасап, кремін жағып, екінші ананастан жасалған конфиімізді қоямыз. Мына үшінші бисквитті де пропиткалап аламыз. Дәл солай бос қалған жерлеріне креммен толықтырып, конфидің үстінен жағып, кремімізді жақсылап жайып шығамыз. Соңғы бисквитімізді салып, осы күйінде кемінде 7-8 сағатқа немесе бір түнге кремі толық сіңгенше тоңазғышқа қоямыз. Тортымыздың сыртын қаптауға арналған крем салқындатылған творожный сыр, клейгей және қант ұнтағын қосып, жақсылап өзін ұстайтын масса болғанша миксерлеп аламыз. Черновой обмазка жасаймыз. Аздаған кремнің бөлігін тортымызға жағып, жұқалап жағып шығамыз. Черновой обмазка жасаған соң тортымызды 1-2 сағат көлемінде тоңазғышқа жіберетін боламыз. Тек содан кейін соңғы креммен қаптайтын боламыз. Кондитерлік қапшыққа салған кремімізді осылай торттың жан-жағына жағып шығамыз. Скребоктың көмегімен түзетеміз. Кейін крем жағылмай қалған жерлер болса, қайтадан кремді жағып толықтырып шығамыз. Және түзете береміз, әбден түзу болғанша. Ең бастысы инструменттеріңізді әр кезде тазалап отырсаңыздар болды. Тортыңызды толық түзетіп болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген талғаммен әрлесеңіз болады. Қалдық қалған кремдердің және әртүрлі насадканың көмегімен осылай әрлеп алдым. Торттың ішін көрсетейін сіздерге. Өте дәмді, ерекше торт шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.